Аузу биллахи минашшайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән, жалғыз оны ғана мақтаймыз және бір өзінен жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Алла Тағаладан басқа тәңір жоқтығына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның құлы әрі елшісі екендігіне барлығымыз куәлік береміз. Және де ардақты пайғамбарымыздың отбасына, әулетіне, сахабаларына, достарына, оның жолынан ихсанмен ерген үмбеті Мұхаммедке Алла Тағаланың рахмын, берекесін, жақсылықтарын, бүкіл сәттіліктерін тілейміз. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Алла Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Және де мынау қасиетті жұма күнінің құрметіне Алла Тағала баршамыздың күнәларымызды кешіріп, өзінің рахымына бөлеп, тозақ отынан азат еткен құлдарының қатарына қоссын. Мынандай бір сұрақтар кеп туындады, сіздермен бөлісе кетейін. Айт намазы жұма күніне тура келетін жағдайда айт намазды оқып, жұма намазды оқымай қоя салу керек екен. Осындай хадис бар екен деп сұрағандар болды. Осындай хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям егер де айт мерекесі жұма күніне тура келетін жағдайда біріншісі уәжіп, екіншісі сүннет деп айтқан. Яғни жұма намазды оқыған оқиды, оқымағанға күнәсі жоқ деп айтқан. Енді бұл ғалымдар талқылайды бұл мәселені. Кімдер жайында айтылған хадис бұл? Ол кезде білесіздер, жұма намазы бір жерде ғана оқылатын тұғын. Пайғамбарымыз заманында, бір мешітте. Барлық сахабалар сол жерге келуге міндетті. Бір мешіт болған. Енді ұзақтан келетіндер бар, дұрыс па? Көлік жоқ. Ең мықты көлік ол кезде ат. Аты жоқтар да бар мысалы. Сондықтан айт намазына азанда келетін сахабалар ұзақтан. Енді бұлар сапарда ма? Сапарда. Одан кейін көбісі жаңа ауылдан келеді. Енді олар ауылда тұрғандықтары үшін бір, екіншісі сапарда болғандықтары үшін екі. Бұларға пайғамбарымыз енді сапарда болған адамға немесе ауылда тұрған адамға жұма намаз парыз емес. Яғни жұма намазды қаласаңдар күтіп оқыңдар, қаламасаңдар үйлеріңе қайта беріңдер деп айтты. Енді сахабаларды қинамау ретінде. Ал енді бұл хадисті оқып алып, күнімізде жұма намазына бармайтындар бар екен. Осындай хадис бар екен. Айт намазы егер жұма намазға тура келетін болса, онда жұма намаз жоқ деп айтты ғой пайғамбарымыз. Не проблема? Деп осындай нәрселерді жайып жатыр қазір. Ол нәрсенің асылы осы, негізі осы. Ол ауылдан келген адамдарға ғана айтылған сөз. Сондықтан, мысалы, мына ауыл дегенде не нәрсені түсінеміз? Ауыл дегенде, анау пойызда кетіп баратқан кезде, бір ұзақ жолға шығып баратқан кезде жолда көресіздер ғой, 5-6 үйлер тұрған. 5-6 ғана үй бар. Көп болса кім сөйлеп жатқан? Тыңдайық та жамағат мұсылман. Кім бұл сөйлеп жатқан? Мешітке кірген кезде وَمَا أُمِرُوا إِلَّا أَن يَدْخُلَهَا خَائِفِينَ деп айтады Алла Тағала. Олар мешітке Алладан қалтыраулары үшін кіруге әмір етілген еді дейді. Қараңыз. Мешітке кірген кезде Алладан қалтырау керек та. Келе салып жаңағындай бар сөзбен сөйлемей, дауысты көтеріп болмайды ондай. Мешітте сөйлеген адамнан пайғамбарымыз разы емеспін деп айтты. Мән әтәл мәсҗиде бишейин фахуа хаззуху дейді пайғамбарымыз.
Кім мешітке не үшін келсе, сол оның үлесі дейді. Сіз сөйлеу үшін келетін болсаңыз, сіздің үлесіңіз сол. Сауап жоқ сізге. Сондықтан Алла ризалық үшін келіп жатырмыз, соны ісімізбен дәлелдейік. Ассаламу алейкум, бұл жеткілікті. Кейін хал ахуалда шыққаннан кейін сұрай бересіздер. Бағана не айтып отырмын? Ауылда мысалға пойызбен кетіп баратқан кезде, немесе машинамен кетіп баратқан кезде жолда бір 5-6 үйлер болады. Поселка дей ма, не деп айтады оны, жаңағыдай кішкентай шағын ауылдар. Міне бұндай ауылдарға жұма намаз парыз емес. Бұндай адамдар, сол жерде өмір сүретін адамдар. Міне енді осындай жерден келген адамдарға айтылған сөз да бұл пайғамбарымыз. Сендер қаласаңдар жұма намазын күтіп оқып кетіңдер, қаламасаңдар үйлеріңе қайта беріңдер деген хадисі бар. Иә, дұрыс, Бұхариде бар. Бірақ бұл хадисті күнімізде алып, жұма намазы парыз емес екен, айт намазы жұма намазының күніне тура келетін болса, бір күнде келетін болса, ол жұма нәпіл болып қалар екен деп адамдардың миын ашытып жатыр қазір. Бұндай нәрсе мүлдем қате пікір болмайды. Жұма намазын оқу керек. Бізге парыз. Парыздың үкімі бір себептермен ғана түседі. Енді бағана азанда Ибрахим пайғамбардың құрбан айты болғандықтан, құрбан айты қай жерден кеп шықты? Ибрахим пайғамбардан кеп шықты. Ибрахим пайғамбарға жаңағы оның Сара анамызбен үйленуі, одан кейін ол қалай Исмаил алейхиссаламмен сүйіншіленгені, Исмаил алейхиссаламның қалай үлкен болғаны, өскені, одан кейін Исмаил пайғамбарды қалай құрбандыққа шалар кезін барлығын түсіндіріп өттік. Енді құрбан мәселесі жайында да тағы бір қайталап өтетін болсақ, құрмет жамағат, құрбан сою Ханафи мазхабы бойынша жақсылап тыңдап алыңыздар. Кімдер сою шарт? Ханафи мазхабы бойынша тұрып атқан үйі, мініп жүрген машинасы, бұлардан тыс, бұлар есептелінбейді. Бұлардан тыс ең кемі 2,5 миллион теңгесі бар болған адам, немесе 2,5 миллион теңге көлемінде бір мал мүлкі болған адамға құрбан шалуы уәжіп болып есептеледі. Мысал берейік, бір адамның үйі бар, мініп жүрген машинасы бар, қосымша тағы бір учаскесі бар. Ол учаскесін қолданбайды, тұр. Ертең бала шағама үй салам деп алып қойған. Мүлкі ме? Мүлкі. Учасканың ең кемі қазір 5 миллион болады. Яғни 5 миллиондық бір мал мүлкі тұр, қосымша тыс, қолданбайды ол. Міне осы адамға құрбан шалуы не екен? Уәжіп екен. Бұл адам құрбан шалмайтын болса күнәһар болып есептеледі. Бұл шариғатта бай болып есептеледі. Неге? Өйткені мініп жүрген машинасынан, тұрған үйінен тыс тағы бір мал мүлкі бар. Ал енді бұндай мал мүлкі жоқ адам, үйі бар өзінің, мініп жүрген машинасы бар, бірақ артық ештеңе мал мүлкі жоқ. Тек айлығын алады, күнін көреді. Бірде көп алады айлығын, бірде аз алады деді. Бірақ жинап атқан ақшасы басқа бір қосымша тұрған мал мүлкі учаскесі, немесе бір қосымша мінілмей тұрған машинасы, немесе сатамын деп алынған бір товарлары, бизнес товарлары, ешқандай ондай нәрсе жоқ. Бұндай адамға Ханафи мазхабында құрбан сою шарт емес. Сойса сауап, сүннет, сауап бар. Бірақ сою шарт па, шарт емес па? Шарт емес. Түсінікті болды ма? Кімдер сою шарт, кімдер сою шарт емес, міне осын бірінші біліп алайық. Енді бай адам құрбан шалатын болса, яғни бағана бірінші вариантта айтқан адамымыз, өзіне уәжіп болған адам құрбан шалатын болса, оның етін қаласа тарқата алады, қаласа өзінің семьясы отбасымен жесе бола береді. Басқа біреулерге тамақ істеп беріп күтіп жіберсе де бола береді. Біреуге шашлик істеп берсе де бола береді. Өзі біледі. Таратса да өзі біледі, өзі жесе де өзі біледі. Ал енді екінші варианттағы адам, өзіне құрбан шалу міндетті емес болған адам егер құрбан шалатын болса, ғалымдар айтады, ол
Құрбанның етін жемегені абзал дейді. Қараңыздар. Қызық, иә? Бірінші бай адам жеуге болады, екіншісі бай емес адамға жемесін деп жатыр. Не үшін жемесін деп жатыр? Өйткені оған негізінде құрбан шалу шарт емес еді.